Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. 35 мың теңге айыппұл салынады. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться. Түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қайың шырынын алатындарға 35 мың теңге айыппұл салынады. Солтүстік Қазақстан облысында мамандар тұрғындарына ормандарға барып, қайың шырындарын алғандарға заңмен жазалатынын ескертті. Енді заңда белшегінен басқандарға 10 ай 2 мөлшерінде айыппұл салынады деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. СқО табиғи ресурс және табиғат пайдалану реттеу басқармасының мәліметінше, күннің жылынуымен ағаштарға сөл жүру кезеңі басталады. Осы кезеңде қайың шырынын балта пышақпен қайырып алу орманға арығады. Өткіншке орай, халықтың жекеленген санатының тұтынушылық құмарлығы көбейсе, сана менен жауапкершілік сезімінен басым болады. Салынан қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келеді. Қайың шырынын қысқа ұйқыдан ағаштың оянып, өсіп, жапырақтарын гүлдеу үшін бұтақтары қажетті қоректік заттарды жеткізеді. Ағаштың қабығын аршып, шырынын ағызғаннан кейін олардың көпшілігі ауруға шалдығады. Өсімдіктің қауіп ауруы осы шараларды арқылы ағашқа енеді, тез шірейді, деді басқарманың бөлімінің маманы Сәуле Сүлейменова. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.